саламатсыздар ма? Бүгін біз артымда тірегім бар екенін сеземін деген тақырыпты айтатын боламыз. Каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Ана деген биік ұғым. Әрбір бала үшін анасынан артық сұлу жан жоқ. Орамалы қисайып, жан-жағынан самай шаштары қобырап, алдыңғы тістері түсіп қалғандықтан сөйлеген кезде сөздері ысылдай шығатын әйел ретінде есімде қалыпты анам. Бірақ сыртқы келбеті осындай болса да қатты жақсы көрдім. Оның әлемдегі ең сұлу әйел екендігіне сенетін едім. Бірақ аналардың барлығы бірдей емес. Інім екеуміз балалар үйіне жетектеп әкелгенде шамамен 5-6 жастағы баламын. Інім ештеңені түсіне қоймайтын жаста еді. Бар болғаны 3 жастағы бөбек, ал мен шамалы естиярмын. Сонда да анамның басына қандай жағдай түскенін ұғатындай халде болмадым ол кезде. Бізді қайда алып келгенін түсіне қоймасам да, анам мен үлкен апайлардың өзара әңгімесінен ұққаным бізді осында қалдырып кетпекші болғаны. Мен жылап анамның етегіне жармасып, тастай қып ұстап жібермеймін, бізді тастап кетпесін деген ойым ғой. Сонда анам, қызым, мен сендерді асырай алмаймын, өзімді де ішкіліктен тыя алмай жатырмын. Бірдеңеге ұрынып барлығы кеш болып кетпей тұрғанда, осында болғандарың жақсы. Мұнда сендерге апайларың жақсы қарайды. Қарындарың тоқ, жылы, таза жерде жатасыңдар, ойыншықтарың да болады, деп ашығын айтты. Анам бізден ұзап бара жатқанда, енді ол кісіні көре алмай қаламын ба деген балалық қорқынышпен ышқына айғайладым. Жыладым, анашым кетпеші, мен тез есейіп кетемін, сосын сізді өзім бағамын деп жылағаныммен менің балалық жүрегімнен шығып жатқан сезімдеріме ешкім жауап бермеді. Анам тіпті біздің әкеміздің кім екенін де білмесе керек, білсе айтар еді, пәлен жерде сендердің әкелерің тұрады, өскенде іздеп табарсыңдар деп. Сонымен біз балалар үйінде қала бердік. Мұнда жаман өмір сүрдік деп айта алмаймын, себебі мен бұдан да жаман өмірдің қандай боларын көргенмін. Солай бұл тағдырымызға да үйреністік. Сөйтіп 9-шы сыныпқа көшіп, бой жетіп келе жатқанында мені бір отбасы асырап алуға ниеттенді. Інім екеумізді бірге бермеді. Бәлкім, ол үшін біраз жүруге тура келген шығар. Әйтеуір жаңа отбасы мені ғана асырап алды. Өзім де қарсылықсыз келістім. Жаңа ата-анаммен жақсы тіл табыстық. Ол кісілер қалауымды сұрайтын, менімен кеңесетін, мен де өз қалауларымды оларға қысылмай айта алатынмын. Солай ата-анаммен ақылдасып, 9-шы сыныпты бітірген соң киім дизайнері мамандығы бойынша колледжге оқуға түстім. Бала күнімнен тігінге деген қызығушылығым бар болатын. Өзіме киім тіге алмасам да, інімнің өзімнің көйлек-шалбарларымның етегін қысқартып, немесе басқаша өңге енгізіп, өзгерістер жасағанды ұнаттым. Сәнді кигенді жақсы көретінмін, бірақ ондай мүмкіндік қайдан болсын. Содан мен бала кезімдегі армандарымды іске асыруға мүмкіндік туғанына қуандым. Асырап алған ата-анам жасы ұлғайған кісілер, олардың туған ұл қыздары бар. Қызы тұрмыста, жалғыз ол да үйленген, шетелде тұрады. Сондықтан ол кісілерге жанына серік болатын әрі үй тіршілігіне көмек беретін қыз бала қажет болған. Мен ол кісілердің қолынан тірлігін алып, барлығын жайғастырып, тамағын жасап, үйді жинап, барлығына үлгердім. Колледждегі сабағыма түске дейін барып келемін. Түстен кейін бір мейрамханада даяшы болып жұмыс істедім. Демалыс күндері де тыным таппаймын. Осы еңбек сүйгіштігіме қарап, ата-анам риза болатын. Әрдайым бір жұмысты аяқтағанда, рахмет қызым, азаматсың, сен біздің күнімізді жарық еттің деп алғысын білдіріп жатқанда ерекше қуаныш едім. Туған ата-анам болмаса да олардан артық мейірім көрсетіп, өз қыздарынан кем көрмеді. Ендігі ойым інімде. Інім балалар үйінен шыққанда оны оқытып, жақсы жерге жұмысқа орналастырсам, сосын екеуміз бірігіп өзіміздің үйімізді алсақ деген арманым болатын. Бәрібір інімнің де өзінің қара шаңырағы болуы керек. Ол үйленіп отбасын асырауы керек. Менің де іздеп барар төркінім болу керек. Ал бізде әке-шешеміздің қалдырып кеткен мұрасы жоқ, үйіміз жоқ. Сондықтан ең басты армандарымның бірі осы еді. Бірақ 2-ші курста оқып жүрген кезімде мені алып қашып кетті.
Ол жігітпен кафеде жұмыс істеп жүрген кезімде танысқанбыз. Жақсы танимын деп айта алмаймын, бірақ бір-бірімізді сырттай танимыз. Не істерімді білмей анама хабарластым. Анам деп отырғаным асырап алған апам. Сол кісіге жылап қоңырау шалғанымда: «Шолпан қызым, сені қинап алып қашып кетті ме? Шыныңды айт. Әкең кетем десе екеуміз барып алып келеміз деп жатыр», деді. Сол сөзіне көңілім босап кетті, бірақ ол кісілерді әбігерге түсіруді жөн санамадым да: «Жоқ, мама, өзім сөйлесіп жүрген жігітім еді, осында қала берейін», деп телефонды қоя сала өкіріп бір жылап алдым. Қаншама жылдан бері ата-ананың мейіріміне шөлдеп өскен менің іштегі өксігім әкемнің барлығын қиратып тұрып алып кетем деген сөзімен шығып кеткендей болды. Осыдан соң өзімнің қорғансыз емес екенімді, тұл жетім еместігімді, мені қорғайтын артымда тұрған тірегімнің бар екенін сезіндім. Мен енді қалай да болмасын бақытты болмауға хақым жоқ.